Пияздың қабығы Е, В, С дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияздың қабығын емдік мақсатта қалай қолданады? Толық ақпарат YouTube арнамда.